Біз номері 85-ші жалпы білім беру мектебінің 10-шы А сынып оқушылары Искаков Алихан және Хакимова Дарина Қазақстан халқының тілдері күніне орай ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығына арналған тілге құрмет, елге құрмет атты челленджін 11-ші сыныптан қабылдап 9-шы сыныпқа жолдаймыз. Алихан, енді өзің айтып кетсең Ахмет Байтұрсынұлы туралы не білесің? Ахмет Байтұрсынұлы 1913 жылы Алихан Бөкейханов Жақыпдуллатовмен бірігіп, қалың қазақ зиялыларының қолдауымен Орынборда жалпы ұлттық қазақ газетін шығарды. Қазақ газеті халықты өнер мен білімді игеруге үндейтін ұлттық қоғамдық саяси және ғылыми әдеби басылымдардың біріне айналды. Жақсы, мен сенімен толықтай келісемін. Ал Дарина қалғанын өзің айтып кетсең. Ұлт ұстазы тіл білімінің атасы атанған кемеңгер ғалым, араб, парсы, жапон, орыс тілдерін жетік меңгеріп, көркем аударма саласында өлшеусіз еңбек сіңірді. Ол орыс классиктерінің шығармаларын, атап айтқанда Крылов мысалдарының бір томын қазақ тіліне аударып, 40 мысал деген атпен жеке жинақ етіп шығарды. Пушкиннің балықшы мен балық, алтын әтеш, ат, данышпан Алидің ажалы шығармаларын орыстың белгілі лирик ақыны Надсонның өлеңдерін қазақ тіліне аударып. Қазақстан халқының тілдері күні құтты болсын.